Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде тағы да кезекті 3 тал тапсырыс келіп отыр екен. Тез ашып көрейік. Бисмилля деп. Мына тапсырыс бұл 1100 теңге тұратын тапсырыс. Бұл автокөлікке арналған сальник деп айтады. Қателеспесем, бұл дүкендерден бір-бірлеп сатып алып шаршап кеттім. Сол себепті өзім тапсырыс бердім. Енді сапасы қаншалықты жақсы екенін білмеймін. Жұмыс барысында көре жатармыз. Сапасын жұмыс барысында көре жатармыз. Шағын ғана мындай қорапша. Әдемі. Қалай ашылады екен. Ашылу қиын екен. Өте мықты. Былай екен ғой. Бас демесе екі аяқтың соры деген осы. Ал резиналардың сапасы қолға әдемі дейіп отыр. Негізінен машинаның форсункасына есептеп алған, бірақ форсунканыкі негізі мынандай болмайды, резинасы басқа болу керек. Олар қымбат болғасын, арзан түрін алып отырмын. Барлығынан бар. Көңіл толтырарлық. Бұл жақта барлық размерлермен. Жалпы жаман емес. Жаңа қоя тұрайық. Екінші 887 теңге тұрады екен. Бұл қателеспесем, LED лампа болу керек. LED лампа сынап көрейін деп ең алғашқы тапсырыс бұл LED лампаға. 360 градуста жарық береді бұл. Мынадай LED лампа 78 диод қателеспесем. 72 немесе 78-ге тапсырыс берген болатын. Жарығын қазір менде құрылғы жоқ, ұмытып кеттім қосуды. Сол себепті кейін бір сынақтан өткізетін боламыз. Соңғы сәлемдеме. Бұл сәлемдеме, көптен күткен сәлемдеме. 1916 теңгеге тұрады. Жақсы қапталған. Бірақ мен ойлағаннан кішкентай. Мен бұдан үлкен болады деп ойлаған. Өте кішкентай. Сындырып алмайық. Көңіл түсірерлік. Мен мынандай кішкентай болады деп ойламаған. 20 сантиметрге 30 сантиметр қателеспесем сөйтіп жазып қойған болатын. Мынау өте кішкентай. Бұл қаншалықты қуат беретінін білмеймін. Бұл күннің сәулесінен заряд алып мынадай лампочкаға мына іш сынып қапты. Мынадай лампочкаға жарығын беріп тұру керек. Көптен күткен тапсырыс көңілді түсірді біраз. Жарайды енді. Өзіміз бәрібір істейтін болып отырмыз. Тек ашылған, сынған еш жері жоқ. Мына жерде зарядымен тұр екен. Мынау көңіл қуантарлық.
осындай бір жаңағы қораға, жолға өстіп ілдіріп қоятын лампа немесе фонарь ретінде пайдалансаңыз да болады. Енді мына қуаттағышы қалай істейтінін білмеймін. Бұны көре жатармыз. Ең бастысы өзі заряд алып келіп тұр екен. Әдемі. Ал достар, бүгінге осымен басқа сәлемдеме жоқ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.